Сенат депутаттары әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгеріс енгізу туралы заң қабылдады. Осы құжатпен заңға бірнеше маңызды түзету енгізілу жоспарланып отыр. Соның бірі бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімін 1,5 жасқа дейін ұлғайту. Бүгінде бұл жәрдемақы екі жерден бюджеттен және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Жұмыс істейтіндер қорға аударған жарналардың есебінен, ал жұмыссыздар бала күтіміне бюджеттен ақша алады. Келесі жылдан жәрдемақы 1,5 жылға ұзартылады. Оған қоса айлық есептік көрсеткіш өседі, яғни соның арқасында бала күтіміне төленетін жәрдемақының мерзімі де мөлшерде артады. Бұдан бөлек заңда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлемдердің мөлшерін орташа айлық табыстың 45%-на дейін арттыру қарастырылған. Сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылар ұсынылатын кепілдендірілген әлеуметтік пакетті монетизациялау тетігі бар. Заң президенттің қол қоюына жіберілді. Видео ұнаған болса лайк басып арнаға тіркеліп алыңыздар, комментарийге өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады.